тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Айсұлу ауылдың жуас та ибалы келіні. 6 аяғлық, аяғы ауыр. Бекзат күйеуі қатты қызғаншақ, кекшіл. Енесі Қалдыгүл келінін жақтырмайды. Айсұлуды өз отбасы Талғат атты інісі қалада тұрады. Кеш, Айсұлу есік алдында отырып, іштегі сәбиін әлдилеп отыр. Осы тұста Бекзат мас күйінде келіп, ашулы қамшысын ала жүгіріп, Айсұлуды тілдейді. Ауылдағы өсекке сеніп, бөтен еркекпен жүрген деп айыптайды. Қалдыгүл келіп, отқа май құяды. Сені аттың жалына байласа да артық емес, дейді. Сол түні Бекзат Айсұлуды қораға сүйреп апарып, аттың жалын байлап, тас жол бойымен сүйреп кетеді. Қаратын, айдың жарығы ғана бар. Айсұлу жылайды, жалынады, бірақ Бекзат естімейді. Ауыл тыныш. Таңертең көршілер қанға боялған көйлегін тауып, шошып кетеді. Жедел жәрдем, молда, ақсақалдар жиналады. Айсұлудың денесі табылған кезде ішіндегі шетінеп кеткен нәрестесімен бірге көз жұмған анықталады. Айсұлудың жаназасы өтеді. Ауыл халқы екіге жарылады. Бірі Бекзатты жақтайды, бірі лағнет айтады. Қалдыгүлді анасы келін тәрбиелей алмады, Айсұлудың отбасына жабады. Талғат әпкесінің өліміне сене алмай күйзелісте. Жаназадан соң ол енесінің сөздерін естіп ашуға булығып: Талғат, сіз не айтып тұрсыз? Адам өлді, іштегі нәресте еді. Сіз неге осы күнге дейін үндемей жүрдіңіз? Неге тоқтатпадыңыз? Қалдыгүл, мен кінәлі емеспін, өздері ұрсып жүретін. Мен не істей алам? Имамы Еламан молда жиналған халыққа арнап уағыз айтады. Еламан: бір әйелдің екі жанының қаны төгілді. Бұл Алланың алдында үлкен күнә. Кім үндемей қарап тұрса, солдай серіктес. Біз үнсіздік пен зұлымдықты күшейттік. Осы сәтте ауыл іші гу ете қалады. Кейбіреулер Бекзаттікі дұрыс істеді, намысты таптамайтын еркек десе, кейбіреулер ол адам емес, жабайы деп қарсы пікір айтады. Талғат әпкесінің сөмкесін күнделіктің тауып алып, соңғы бетінде былай жазылыпты: егер бұл жазба біреудің қолына тисе, біліңіздер, мені өлтірген өзім емес, мен баламды көргім келді, мен тек тыныш өмірді аңсадым. Осыдан соң Талғат полицияға күнделікті дәлел ретінде тапсырады. Полиция тергеу жұмыстарын бастайды. Куәгерден жауап алынады. Ауылдың Айгүл есімі журналист қызы келіп, оқиғаны зерттей бастайды. Айгүл Талғатпен кездесіп, Айсұлудың өмірі мен отбасында жағдай туралы тыңдайды. Қатты әсерленіп, бұл оқиға жай ғана тұрмыстық жанжал емес, терең психологиялық, мәдени трагедия екенін түсінеді. Бекзат уақытша қамауға алынады, бірақ оның ағасы мен ағайын туыстары Бекзатты босатуға тырысады. Ақша ұсынып, тергеушілерге қысым жасай бастайды. Журналист Айгүлдің ауылында видеолар, куәгерлер, дауыстық жазбалар жинап, бұл істің көпшілік жариялауға бел буады. Түн, Талғат үйде жалғыз отырғанда терезеден жел есіп, Айсұлудың әлсіз дауысы естіледі. Ол інісіне үнсіз қарап тұрғандай сезіледі. Талғат түнде Айсұлудың бейнесін көргеннен кейін мазасыз күй кешеді. Ол күнде әпкесінің бейтінің қасына барып, үнсіз отырып қайтады. Басына барған сайын: кешір, қорғай алмадым деп күбірлейді. Полиция бөлімшесінде Бекзат тергеу изоляторында отыр. Камерада жалғыз басын өзі ұстап жүрген ол біртіндеп мінезін өзгертті. Айғайлап, күліп, түнде сөйлейтін болып кетті. Жанындағы күзетші таңғалды. Күзетші бұл неге түнде өзімен өзі күбірлей береді? Құдайдан қорықпаған адам ұрықтан қорқатын шығар. Сол түні Бекзат түс көреді. Айсұлу аппақ көйлекпен аяғы ауыр күйінде камераның бұрышына қарап тұр. Бекзат терлеп оянады. Содан бастап психикалық тұрғыдан бұзыла бастайды. Қалдыгүл үйде жалғыз қалған, келген-кеткен адам жоқ. Келген-кеткен адам жоқ. Кешкісін терезеде сықылдайды. Қазан өздігінен аударылып түседі. Қарғыс дегендей оқиғалар басталады. Қалдыгүлде Айсұлудың түсінде көре бастайды. Келін үнсіз қарап тұрады, бірақ көзі кінәлаушы. Журналист Айгүл елордадағы арнаға сюжет дайындап бейнежазбаны жариялайды. Әлеуметтік желіде ана мен іштегі сәбидің обалы кімде, үндемегендер кінәлі деген тақырыпта кең таралады. Осы сәтте ауылға құқық қорғаушы келеді. Тергеу тобы толық құрыммен іске араласады. Жаңа куәгер шыға бастайды. Біреу: сол түні аттың дүбірін естідім, бірақ қорқып шықпадым, дейді. Басқасы: Айсұлудың көзін көгеріп жүрген талай көрдік, деді. Талғат қалада адвокатпен байланысады.
істі әділ жүргізуге тырысады. Айгүл Талғатқа: бұл оқиға бір әйелдің тағдыры емес, бүкіл қоғамның үндемеуінің кесірі. Біз үндемесек, ертең тағы басқа бір Айсұлу құрбан болады. Бірақ сараптамалар, бейнежазбалар, күнделікті мен куәгерлер сөзі оны толық әшкерелейді. Тергеуші: сіз тек әйеліңізді ғана емес, болашақ бір өмірді де өлтірдіңіз. Енді тек заң емес, ар алдында да жауап бересіз. Сот процесі басталады, халық көп жиналады, ауылда, қалада, тіпті басқа облыстардан да бақ өкілдері келеді. Сот отырысы ашық форматта өтеді. Бекзат залға кіргізілгенде жұрт арасында айқай естіледі: қаншер, сәбидің не жазығы бар еді? Судья Бекзаттың әрекетін өте ауыр қылмыс ретінде сипаттайды. Прокурор Айсұлудың күнделігін, сараптамалық қорытындыларды, куәгерлер сөзін дәлел ретінде ұсынады. Қалдыкүл сотқа келіп, өзі жай ғана ана жүрегі баласын айтады деп ақтағысы келеді. Бірақ судья: бұл жерде аналық сезім емес, шындық пен әділеттің орны маңызды. Бір ананың жүрегі тоқтады, енді басқа аналар үнсіз қалмау керек. Айгүл залда отырып бәрін жазып отыр. Сол сәтте тарихқа айналатынын сезеді. Алғашқы рет Бекзат көзіне жас алады, бірақ бұл шын өкініш пе, әлде қорқыныш па, оны ешкім нақты айта алмады. Сот үкімі Бекзатқа 25 жыл қатаң режимге, абақтыға жазасын өтеуге, сонымен қатар Айсұлудың отбасына моральдық шығын ретінде төлемақы өтеуге міндеттеледі. Сот залында үнсіздік орнайды, тек Талғат көз жасын алып: Талғат әпке, кеш болса да сен үшін күрестік. Соттан кейін ауылдың өзгерісі басталады. Әйелдердің қатысымен зорлық-зомбылық туралы ашық әңгімелер айта бастайды. Айгүл ауылда арнайы форум ұйымдастырады. Қалдыкүл үйге келіп, келіннің суретіне қарап тұрып: сен мені кешірмейтін шығарсың, бірақ мен өзімді өмір бойы кешіре алмаймын.